Арулар асыл жандар, шуақ боп шашылғандар, қуат боп тасығандар, құшақ боп ашылғандар. Дәл осындай тармақтармен тіл қатқан ақиық ақынымыз Мұқағали Мақатаев нәзік жандыларға тамаша тенеу тапқандай. Әдемі өлең шумақтармен бүгін барша әйел адамзатын 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Шығыстың қос шынары Әлия мен Мәншүк, қазақ әйелдері арасынан шыққан тұңғыш күйші Дина Нұрпейісова, тұңғыш дәрігер Аққағаз Досжанова, тұңғыш геолог ғалым Патшайым Тәжібаева, тұңғыш әскери ұшқыш Хиуаз Доспанованың сіңілілері бүгінгі де тектіліктің темірқазығы атанып отыр. Қыз бала ұлттың ұяты, халықтың шырайы. Бір мезгілде ұлпадай нәзік болғанымен керек кезде болаттай берік болатын нәзік жандылар отандық ғылым мен жоғары білім саласында да жетерлік. Айталық, Қазақстанда бүгінгі күні 22 мыңнан астам ғалым болса, оның 10 мыңға жуығын әйелдер қауымы құрайды. Сонымен қатар елімізде 47.859 оқытушы профессор құрамы бар десек, оның 31.366-сы аруларымыз. Инноваттылығы мен сұңғыла ойы бар ғалым әйелдер қатарына да дәуірде коронавирус инфекциясына қарсы қазақстандық вакцина жасап шығарып, отандық медицинаға қомақты үлес қосқан бірегей жан Күнсұлу Дальтонқызын, отандық иіс суды өндіріп, ұлттық бренд қалыптастыруды көздеген Гүлжан Түзілбаеваны, сүт технологиясына табысты еңбек етіп келе жатқан Мәриям Алимарданованы, ауыл шаруашылығы саласындағы бірегей ғалым Лаура Тахетованы айтпай кетуге болмас. Құрметті биязы болмысты арулар, асыл әжелер, аяулы аналар, құрметті қарындастарымыз, халықаралық мерекеде жүздеріңізде бақыттың нұры ойнауын, ай сәулесінің тәтті түс болып тербеуін, армандарыңыздың бақ гүліне айналуын тілейміз. Тіршілікке күре тамыр болған тұлғалық бейнелеріңізді кірбін шалмай, кісілік келбеттеріңіз көпке үлгі болғай. Әрбір шаңырақта от болып жағылып, там болып атып, сәуле болып шашырай бергейсіздер. Қадірлі әріптестер, құрметті арулар, нәзік жандылар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақтың бір жақсы сөзі бар: әйелдің байлығы денсаулық, дендеріңіз сау, күндеріңіз ашық. Бүгінгі мереке құт берекеге толсын. Амандықта кездесейік.